Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты досым. Бүгін Құдайдың күні. Бүгін Құдай жарылқаған күн. Бүгін Құдайдың ғажайып, сүйікті ұл қыздарына өзінің махаббат шапағатын Құдайдың сөзімен бөлісетін күн. Біздер арқылы, сен арқылы, мен арқылы. Аумин. Біздер Құдайдың көктен келген жер бетіндегі оның патшалығын жариялайтын ұл қыздарымыз, және оның қандай адамдарымыз? Оның қызметшілеріміз. Аумин. 1 Петрдің хаты 4 тарау 10 аятта былай дейді: Тәңір ие рақым етіп сыйлаған алуан түрлі рухани дарындарды жақсылап қолданыңдар. Әрқайсыларын қабылдаған дарындармен бір-біріне адал қызмет етіңдер дейді. Аумин. Мына жерде не дейді? Құдай әке әрбір адамды ерекше жаратты. Сен білесің бе? Ананың құрсағында жатқанда Құдай саған ерекше жарылқауын төгіп қойды. Және сені ерекше қылып осы әлемге жаратты. Қандай? Өзінің керемет жарылқауларымен, дарындарымен. Әрбір адамда бір керемет дарын бар. Мүмкін біреу жақсы сөз айта алады. Сөз пайымдауы өте шебер. Біреу мейірімділікке толы, шексіз мейірімділікке. Біреу шексіз қуанышқа толы. Біреу шексіз сүйіспеншілікке толы. Білесіңіз, дәл сондай адамдар өте көп. Әр қайсымызда сол қасиеттер бар. Енді біз не істеуіміз керек? Сол Құдайдан келген махаббатты, сүйіспеншілікті біз не істеуіміз керек? Осы адамдарға беруіміз керек. Біз ол дарындарды өздерімізбен бірге алып кетпеуіміз керек. Білесіздер ме? Ең бай адамдар, менің бір уағызым бар, ертеректе бөліскен. Бір мазараттың басында бөлістім. Ең бай адамдар, олар о дүниеге аттанып кеткен адамдар, мазараттың басында жатқан. Білесіздер ме? Олардың кейбіреулері өздерінің Құдайдан келген дарындарын қолдана алмады. Бүгін саған және маған мүмкіншілік бар. Иса Масих Петрдің хатында айтады: сендерге Құдай керемет жарылқау берді. Ол жарылқау қандай? Ол сүйіспеншілік, ол мейірімділік, ол шапағат, ол қуаныш, ол бір-бірімізге жігер беру. Міне осындай дарындарды біз не істеуіміз керек? Өзімізбен бірге алып кетпей, біздер басқа адамдармен де бөлісуіміз керек. Құдайдың ғажаптылығын айтуымыз керек тоқтамай. Аумин. Махаббатымен, Құдайдың сүйіспеншілігімен. Мүмкін біреу қиналып жүрген болар. Сенде сол дар бар. Оны жігерлендіру, оған жылы сөз айту, оған дұға ету. Мүмкін болмаса оған бару қажет болар үйіне. Онымен әңгімелесіп сырласу. Қымбатты бауырым, егерде біреу саған ренжеп жүрсе, я болмаса сен білсен, біреудің басқа бір бауырымызға ренжеп жүргенін, татуластыр оларды барып. Мүмкін сенде сондай дарын бар болар. Татуластырушылар бақытты дейді. Амин. Бос отырма, Құдайдан дұға етіп сыйын, Құдайдан сұра. Мен сенбеймін, менің қолымнан ештеңе келмейді дейтін адамдарды Құдайдың қолынан бәрі келеді. Егерде саған мүмкін емес зат болса, ол Құдайға мүмкін. Құдайдың қолында мүмкін. Егерде сен сұрасан, Құдай береді ол дарындарды. Менің өмірімде бір қызық куәліктер болды. Бір кездермен қауымда қызмет етіп жүрген уақытта бір бала айтты маған: Арслан дейді, мен мадақтағым келеді, гитар тартқым келеді деп. Бірақ ешқашан да әке шешесінен ондай дарындарды көрмедім. Бірақ та сол баланың қатты қалағанын көріп, күнде сол баламен қызмет еттім. Сондағындай мадақтау тобындағы балдарға айттым: үйретіңіздерші деп. Қазір 6-7 жыл болды. Ол үлкен сахналарда гитармен ән айтып мадақтайды. Мені көрген сайын маған айтады: сіз болмағанда маған осы дарын келмейтін еді деп. Мен айттым: мен жай ғана себепкер болдым. Қалғанның барлығын сен өзің істедің деп. Сондықтан да бүгін айтқым келеді, осы кішкене ғана менің уағызымда, қымбатты досым, біреуге себепкер болшы. Біреуге сәл ғана кішкене алға ұмтылуға себепкер болшы. Соған күш салышсы. Егерде оған сүйіспеншілігі жетпесе, өзінің сүйіспеншілігімен бөлісші.
егер де оған мейірімділік жетіспесе, мейірімділік рухымен бөлісші. Қазіргі уақытта бір-бірімізге себепкершіл болайықшы. Бір керемет сөз бар. Егер де сен әдемілікті көргің келсе бір адамнан, егер де осы әдемілікті мына құбылыстан көргің келсе, біз себепкер болуымыз керек. Қымбатты досым, мына біздің екі көзіміз әдемілікті көруге. Білесіз бе? Мен жақсылап тыңданшы, біздің мына екі көзіміз, көз жанарымыз Құдайдан келген, жақсылықты да, жамандықты да көреді. Бірдей информация қабылдайды, бірақ та оны ой дүзігінен өткізіп қабылдау, ол бізге байланысты. Мысалы, мына жерде өрік ағаштары гүлдеп тұр. Көзді қуантады, а біреу оған мұнаяды. Сондықтан да біздің көз жанарымыз өзгеру үшін соған себепкер болып Құдайға дұға етші. Жан дүниен тыныштық тапсын десен, жүрегінен тыныштық іздеші. Соған себепкер бол. Басқа біреулерге себепкер бол. Мүмкін олар әлі білмейді. А сен бүгін осы уағызды тыңдап тұрсаң, қымбатты бауырым, біл, Құдай керемет дарындар берді саған. Және киелі кітаптарға қарай жазады. Сол дарындармен не дейді? Бір-біріңізге қызмет етіңіздер, бауырлар дейді. Оны жасырып қалмай, бір-бірімізге қызмет етсек сол дарындармен, ол өзінің жемісін береді. Аумин. Құдай сені жарылқасын. Аумин.